Өзбекстанда бой тасалап жүрген Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасары елге жеткізілді. Тимур Сәдуақасов алаяқтық жасады және пара алды деп айыпталған. Бірақ бой тасалап халықаралық іздеу жарияланған экс-шенеунік Өзбекстан шекарасын заңсыз кесіп өтпек болғанда ұсталды. Тимур Сәдуақасов былтыр шілде айында серіктестеріне қатысты істі шешіп беремін деп 225 миллион теңге пара алмақ болған. Әйтсе де күдіктілер алғашқы 90 миллионды алып өз пайдасына жаратыпты. Бірақ қыруар қаражатты қалтасына басқанмен уәдесін орындамаған. Айта кетейік, Тимур Сәдуақасов 2019-20 жылдар аралығында Ақтау қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарған. 2025 жылғы 25 ақпанда Түркістан облысындағы Қапланбек шекара бақылау өткізу пунктінде ол қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлеріне тапсырылып, кейін Шымкент қаласындағы тергеу изоляторына қамалды. Жақын арада ол Павлодар қаласындағы тергеу изоляторына жеткізіледі. Аталған іс Павлодар облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотында қарастырылады.